Қорқынышты ойындар. Бүгін біз адамдар арасындағы тараған ең танымал паранормальды ойындар туралы сөйлесеміз. Қанды Мэри, Чарли, спиритуал тақта, қызыл есік, сары есік және де басқа ойындар. Интернетте бұл ойындардың әрқайсысы туралы жүздеген қорқынышты оқиға бар. Жайғасып отыр, шайын дайында. Мен бастаймын. Қанды Мэри. Бұл әлемдегі ең танымал айнаға байланысты қорқынышты аңыздардың бірі. Аңыздың ең кейін тараған нұсқасында адам қараңғы бөлмеге кіріп, айна алдына тұрады. Жарықты өшіреді немесе бөлмені барынша қараң етеді. Содан кейін айнаға қарап, Қанды Мэри деген атты бірнеше рет қайталайды. Аңыз бойынша белгілі бір уақыттан кейін айнадан белгісіз әйелдің бейнесі көрінуі мүмкін. Кейбір нұсқаларында ол адамның артына тұрады. Кейбірінде айнадан пайда болады, ал басқа нұсқаларда адамның бетін өзгертеді деп айтылады. Бірақ та шын мәнінде қараңғыда ұзақ уақыт айнаға қараудың өзі адамның көру қабілетіне әсер етуі мүмкін. Бет әлбет бұрмаланып немесе басқа нәрсе сияқты көрінуі ықтимал. Сондықтан айнадағы бейнені рух келді деп қабылдауға болмайды. Бұл ойынды ойнама, әсіресе қараңғы бөлмеде жалғыз қалма. Чарли. Бұл ойын әлеуметтік желі арқылы өте танымал болған. Оған әдетте қағаз бен екі қарындаш қажет болады. Қағазға крест тәрізді сызға салады. 4 бөлікке «я» және «жоқ» деген сөздер жазылады. Екі қарындаш бірінің үстіне бірі теңестіріліп қойылады. Содан кейін ойынша Чарли, сен осындасың ба деген сұрақты қояды. Қарындаш қозғалып кетсе, оны Чарлидің жауабы деп қабылдайды. Бірақ мұнда қарапайым физиканы ұмытпау керек. Қарындаштардың тепе-теңдігі өте тұрақсыз болуы мүмкін. Ауа қозғалысы, діріл немесе қарындаштардың салмағын тараулы, олардың қозғалуына жеткілікті. Сондықтан қарындаштың қозғалуына міндетті түрде паранормальды нәрсе деген сөз емес. Дегенмен қорқыныш адамның кез келген кейісі қозғалысты ерекше нәрсе ретінде қабылдауды әкелуі мүмкін. Спиритуал тақта немесе Ouija тақтасы туралы көптеген қорқынышты фильмдер түсірілген. Тақтада әріптер, сандар және «я», «жоқ» сияқты сөздер болады. Ойыншылар арнайы көрсеткішке қолдарын жеңіл қойып, сұрақтар қояды. Содан кейін көрсеткіш әріптерге немесе сөздерге қарай жылжиды. Адамдар оны рухтың жауабы деп түсіндіреді. Бірақ мұндай қозғалысы түсіндіретін белгілі психологиялық құбылыс бар. Идемоторлық әсер. Яғни адам көрсеткішті өзі байқамай өте аз күшпен қозғалтуы мүмкін. Адамның өзі оны әдейі қозғамайтынына сенбеуі мүмкін. Бірақ ойын адамның қорқынышын күшейтіп, мазасыздық тудыруы мүмкін. Қызыл есік, сары есік. Бұл ойын көбіне бір адамға психологиялық жаттығу сияқты жасалады. Бір адам жатады немесе ыңғайлы қалыпта отырады. Екінші адам оны маңдайына немесе самайына жеңіл уқалап, тыныштандырып түрлі сұрақтар қояды. Ойын барысында қатысушы көзін жұмып, ойша бір дәлізді немесе бөлмені елестетуге тырысады. Аңыз бойынша адам ойша әртүрлі есіктерді, бөлмелерді және белгісіз адамдарды көре алады. Кейбір интернеттегі нұсқаларда қызыл есік қауіпті нәрсені, ал сары есік басқа жағдайды білдіреді деген сенімдер кездеседі. Бірақ мұның нақты ғылыми ережелері немесе басқа әлемге апаратын есіктер жоқ. Бұл көбіне адамның қиялына, күтуіне және ұсынысқа байланысты тәжірибе. Сондықтан бұл ойынды да қорқынышты эксперимент ретінде қабылдамаған дұрыс. 3 патша. Бұл интернеттегі ең күрделі паранормальды ойындардың бірі. Аңыз бойынша арнайы бөлмеде 3 орындық орналасады. Бірі орындық ортасында, ал қалған екеуі оның екі жағында болады. Айна немесе басаттар бөлменің айналасына қойылады. Ойыншы орталық орындыққа отырып, қараңғы бөлмеде белгілі бір уақыт өткізеді. Аңыз бойынша айналардың түрлі бейнелер көрінуі немесе адамның өзімен сөйлескендей сезім пайда болуы мүмкін. Бұл ойын туралы интернетте көптеген нұсқа бар, сондықтан нақты бір дұрыс ережесі жоқ. Адам қараңғыда ұзақ отырса, айналадағы дыбыстарға және көлеңкелерге аса сезімтал болуы мүмкін. Ал айнадағы бейнелер адамның миына ерекше әсер етуі ықтимал. Түн ортасындағы ойын. Бұл ойын туралы аңыз әсіресе интернетте кең таралған. Аңыз бойынша оны түн ортасына бастайды. Қатысушы қараңғы бөлмеде жалғыз болады және белгілі бір рәсімді орындау арқылы түн ортасындағы адамды шақырады деген сенім бар. Одан кейін шамды ұстап, үйдің ішіне қозғалады деген нұсқалар кездеседі. Аңыздың ең қорқынышты бөлігі қатысушы белгілі бір уақытта бойы жалғыз қалуы керек деген түсінік. Егер шам сөніп қалса, ойыншы оны қайта жағуда керек деген сияқты ережелер айтылады. Әрине, мұның бәрі қорқынышты аңыз, бірақ та бұл болуы да мүмкін. Неге адамдар мұндай ойындарға сенеді? Ең қызығы адамдардың паранормальды нәрсені сезінуі үшін
міндетті түрде елес болу қажет емес. Қараңғы бөлме, тыныштық, қорқынышты әңгіме және адамның алдын ала күтуі миымыздың қабылдауына әсер етеді. Мысалы, қараңғыда ілулі тұрған киімді адам бейнесі деп қабылдауымыз мүмкін. Қанды Мерли, Чарли, Спиритті халық тақта, қызыл есік, сары есік деген ойындар халық арасында тараған қорқынышты аңыздар мысалдары. Олардың паранормаль күштері ғылыми түрде дәлелденбеген, бірақ қорқыныштың өзі шынайы. Сондықтан бұл видеоны көргеннен кейін осы ойындардың бірін түнде жалғыз отырып қайталап көруге асықпа. Себебі сен елес көрмеуің мүмкін, бірақ өзіңді қатты қорқытып алуың әбден мүмкін. Егер видео ұнаса, лайк басып каналға жазыл, ал комментарияға келесі видеода қай паранормальды аңыз туралы естігің келетінін жаз. Және есіңде болсын, қорқынышты оқиғаны тыңдау бір бөлек, оны шынайы өмірде қайталау мүлде басқа нәрсе.